соңғы кездерде айтып жатқандай Пәкістан шайын бәрі мақтап жатыр, шығымы өте жақсы деп. Енді қазір сол рас па өтірік пе, көз алдарыңызда бір эксперимент жасаймыз. Оң жақта тұрған Пәкістан шайы 120 грамм 600 теңге тұрады. Сол жақтағы Ақман Кения шайы жарты келісі 1040 теңге тұрады. Енді қазір мына Пәкістан шайының кішкентай қасықпен бір қасығын суық суға саламыз. Соңғы кезде теледидарда айтып жатыр, басқа ақпарат құралдарында, егер бояуы осқан шай болса, онда суық судың түрі өзгереді деп. Ал егер нағыз қара шай болса, түрі өзгермейді деп. Міне өздеріңіз көріп жатсыздар қазір. Міне салып жібердік, әніп көрдіңіздер. Судың түрі қандай бірден өзгеріп кеткен. Ал енді қазір мынау кәдімгі Кения шайын саламыз мінекей суға. Бір емес екі. Міне қараңыздар. Судың түрі қалай ақпарат соғалтында қалып. Осыдан кейін қандай қорытынды шығару болады. Пәкістан шайы ол Пәкістан шайы, жалғыз ол шай емес, бояу қосқан бір қоспа деп ойлауға болады. Оны қалай ішуге болады? Ол адамға қандай зияны бар? Және бір айта кететін, Ақман шайының сыртында өзіміздің мемлекеттік тілде бәрі жазылған. Қалай шайдың құрамы қандай адамға қалай дайындау керек. Мына Пәкістан шайында өз тілімізде де, мысалы, көрші Ресей тілінде де бір сөз жоқ. Бәрі шет тілде жазылған. Не жазылғанда адам түсінбейді. Міне көріп тұрсыздар қалай өзгергенін. Бұдан кейін Пәкістан шайын ішуді барлық жұрт қояды ғой деп ойлаймыз. Мынандай бояу түскенін, денсаулық қандай зиян екенін кім біліп жатыр.